Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Қарақалпақстан халық артисті, қала берсе халқымыз сүйген актер, комик актер десек те қателеспеген боламыз. Өмірбай аға Қосымбетов бүгінгі студиямыздың қадірлі мейманы. Белгілі кинолардан кейін сондай бір халықтың жүрек төрінен орын алатын фильмдер неге шықпай қалды бізде? Сіздердің дейді танкі деген фильміңіз бар, курорт деген фильмдеріңіз бар. Өзінің әрбір тараудың өзінің иесі болу керек. Бір уақытлар бұл қосқышылар араласып кетеді. Халықтың арасында да оны кеше сен бір кинода ойнадың, не ойнап едің деп жүреді. Комедияға жақындау халықпыз, біздер күлкіні сүйетін халықпыз. Соның үшін сондай бір фильмдер алынса. Сол уақытта көріністер хақында, яғни қызықлы уақиялар хақында. Аршаға тастап қояды десем, қашын 2 минуттың ішінде ішіп болған ғой жаңағын. Елі ол түспей атырып, жаңағы гонорар сұрайды. Енді ол жерден біткеріп шығып атырыпты. Бұлар еш жерге басқа жақта врач бола алмаса, бұл летчик бола алмаса. Театр актері мен кино актері арасындағы айырмашылықты қысқаша айтып өтсеңіз. Театр өзі мәдениеттің ең бірінші ошағы. Сондан кейін барып берман киноларымыз. Бір сүңгейді шығады, екінші сүңгіген уақытында бұл шықпай қалады. Ауылдың адамдарына қызық қой. Сондан стоп болды дейді, қайттан енді шаршайсам, азаннан кешке киінесен, шешінесен, киінесен, қарының киімін киеміз. Сөйтіп не қылсақ, шұлық шешілмей қалған. Осы заманда бұндан 200 жыл бұрын Өмірбайда енді шұлық тұрыпты ғой деген. Сөйтіп сол кадрды соның барлық адамдарын жинап, бір шұлық үшін, бір не үшін қайттан алғанам жерлеріміз болды. Аттаса екенбіз. Космонавттар ұшып жетіп бара алмаған ғой, өзі жетіп қойын.